Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз бүгін сендермен дүниетану пәнінен сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы мектеп ережелері. Сабағымыздың мақсаты оқушылардың мектепте өзін ұстау ережелерін білуі және құрай алуы, ережелердің маңыздылығын түсіну, өмірде қолдана білуге бейімдеу. Балалар, қандай ереженің түрлерін білеміз? Ережелер бізге не үшін қажет? Мектеп ережелеріне нені жатқызуға болады? Дұрыс айтасыңдар. Сені қоршаған ортаның өз тәртібі болады, соған сәйкес оның ережелері бар. Мектеп қоғамдық орын, ол жерде ережені сақтау керек. Тәртіп бар жерде тәрбие бар. Балалар, сен күнделікті сабаққа кешіп келесің бе? Кешігуіңнің себебі не, балалар? Әрине, сабаққа кешікпей келу керек. Сабақта оқушының кешікпей келуі үлкен жауапкершілікті сезіндіреді. Ал бұл мектептің басты ережесі. Мұғалім сабаққа кірген кезде оқушылар қандай ережені баса назар ұстау керек? Сұрақ қойғанда мұғалімге қалай жауап беру керек? Дұрыс айтасыңдар балалар. Мұғалім сабаққа кіргенде сәлемдесіп, мұғалім балаларға сәлеметсіздер ме деп басын иген кезде орынға отыру керек. Сұраққа жауап бергенде қол көтеру керек. Партада отырғанда қандай ережені баса назарда ұстаған дұрыс? Егер дұрыс отырмасақ, ол қандай затқа әкеледі? Әрине, дұрыс айтасыңдар. Партада отырған кезде түзу отыру керек. Қисайып отырсақ, балалар, ол біздің денсаулығымызға әсерін тигізеді. Сабақ кезінде басқа іспен айналысу білім алуға кедергі жасай ма? Ол басқа кімге кедергісін келтіруі мүмкін? Дұрыс. Сабақ кезінде мұғалімді мұқият тыңдау керек. Оқушылар мектепке себебі білім алу үшін келеді. Ал бұл біздің мектеп ережесінің бір түрі. Үзіліс кезінде балалар ережені сақтау қажет. Үзіліс кезінде досыңмен серуенде әңгімелес. Ешкімге жаманат қойма, жерге қоқыс тастама, кешірімді бол. Балалар, оқушылар өтілген тақырып бойынша мектеп ережесін құрастырып көрейік. Жарайсыңдар, енді балалар өзіңді тексер тапсырмасына назар аударайық. Оқушы мектепке келген кезде ең бірінші не істеу керек? Сырт киімін шешіп, аяғын ауыстырады. Дұрыс. Қандай заттарды мектепке әкелген кезде қолдануға болмайды? Яғни әкелуге болмайды. Қауіпті заттарды. Дұрыс. Қандай белгі сабақтың басталғанын білдіреді? Қоңырау. Әрине. Сабаққа кіргенде қоңырау соғылғанда оқушы не істеу керек? Сыныпқа кіріп, мұғалімді күту керек. Мұғалім сыныпқа келген кезде оқушы не істеу керек? Орнынан тұрады. Әрине. Балалар, сабаққа өте жақсы қатыстық. Сабақ соңында берілген суреттерге назар аударып, ой түйін жасайық. Сау болыңдар.